нағыз ұбт-да келетін, бірақ көп оқушылардың шығара алмайтын есебін сіздермен бірге талдап өтейік. Қараңыздар, 2 және қандай да бір логикалық амал 6, ол 18-ді береді екен. Сәйкесінше 3 қандай да бір жаңа логикалық амал 5, ол бізде 20-ны береді екен. Бізден сұрап жатыр, 7 және логикалық амал 2 нешені береді дейді. Бұл есепті шығару үшін біз қосу, көбейту, азайту, бөлу амалдарын қолдануымыз керек. Олай болатын болса, біз алғаш 2-ні 6-ға көбейтеміз және оған 6-ны қосамыз. Сонда бізде 18 шығады. 3-ті көбейтеміз 5-ке, оған 5-ті қосамыз, 20 шығады екен. Сәйкесінше 7-ні көбейтеміз 2-ге, оны 2-ні қосатын болсақ, 16 деген жауап шығады екен. Бұл бізде С нұсқасында дұрыс көрсетілген. Дәл осы сияқты есептерді оңай әрі тез шығарғыңыз келетін болса, біздің каналға тіркеле кетіңіз.